Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келіпсіздер. Қызылшадан өте дәмді әрі оңай салат дайындайтын боламыз. Бізге піскен қызылша және тұздалған қияр және де пияз қажет. Барлығын осылай алдын ала ашып дайындап алдым. Енді қызылшамызды осындай теркадан өткізетін боламыз майдасынан. 2 қызылша қолдандым. Қызылшамызды осылай толықтай теркадан өткізіп алдым. Енді бізге тұздалған қияр қажет. Оны да дәл солай теркадан өткізетін боламыз. Қияр салатқа өте ерекше дәм береді. Осылай қиярдың суы шығады, оны алып бөлек төгіп тастайсыздар. Әйтпесе салаттарыңыз сулы болып кетеді. Қиярымызды өткізіп алдық. Енді бізге пияз қажет. Пиязымызды видеода көрсетілгендей ортасынан бөліп, содан соң майдалап турап алатын боламыз. Алдын ала табаларыңызды қыздырып, кішкене ғана май құятын боламыз. Енді пиязымызды салып, жақсылап араластырып, сарғайғанша пиязымызды өлгенше қуыратын боламыз. Осылай барлық шетін жақсылап қуырып аламыз, асықпай. Кішкене уақыт осылай сарғайып қуырғаннан кейін қарабұш қосамыз дәміне қарай. Және де жарты шай қасық құмшекер салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1-2 рет қуырып аласыздар. Сонда пиязымыз да өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын дайындап алдық. Пиязымыз осылай өте дәмді болып шықты. Және де қияр, свекла осылай барлығын дайындап алдық. Енді барлығын бір ыдысқа салатын боламыз. Енді қиярымыз салатын боламыз. Осы жерде суын кішкене сырғытып алып тастасаңыздар болады. Үстінен басып, сонда салатыңыз пылшылдап, сулы болып кетпейді. Енді пиязымызды саламыз. Және де өзіңізге ұнаған аскөк түрін салсаңыздар болады. Укроп, немесе петрушка, басқа да аскөк түрлерін майдалап, турап қосатын боламыз. Енді дәміне қарай майонез саламыз. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Толықтай араласуы қажет. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Каналымда күнделікті жаңа рецептер шығаратын боламын. Барлығы оңай, қолжетімді рецептер. Осылай салатымызды жақсылап араластырып алдық. Дәмін көріп, тағы да майонезін қоса берсеңіздер болады. Осымен біздің салатымыз дайын. Тарелкаға салып ұсынатын боламыз. Сіздерге видеоны лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, осы қазақша каналдың дамуына қолдау білдіріп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге баршаларыңызға рахмет.